Сәлем достар, бүгінгі біздің тақырыбымыз қыжылдан бір-ақ күнде қалай құтылуға болады. Қыжыл кез келген жасты мазалайтын ауру. Әсіресе тамақтан соң өңеш пен жұтқыншақтың айналасы күйдіріп жатқандай сезіледі. Оған қоса кекірік, көкірек айналасының ауруы, ауызға қышқыл дәмнің келуі байқалады. Десе де, қыжыл дені сау адамда кездеспейді. Оның пайда болуына мына жағдайлар себеп болады. Артық тамақтану, түнде тамақ жеу, спиртті ішімдік, тым ыстық шай мен кофе, шоколад, цитрусты жемістер, майлы және жалбыз қосылған тағамдар тұтыну. Артық салмақ, жүктілік, темекі шегу, іштің айналасын қысып байлау себеп болуы мүмкін. Одан бөлек асқазандағы қышқыл көбейгенде асқазан немесе 12 елі ішектің саулығы сыр бере бастағанда қыжылмен көрініс табады. Қыжылдан құтылу үшін дәрігерлер біраз дәрілерді ұсынады. Алайда саулығыңызға да, сұлулығыңызға да өте қажет әрі пайдалы сусынды ішу арқылы бойыңыздағы мазасыздықтан арыласыз. Шырынмен емделу. 2 дана картопты тазалап жуып, қабығын ашисыз. Сосын шырын сыққыштан өткізіңіз. Дайын болған шырынды шыны ыдысқа құйып, бетін жауып қойыңыз. Шамамен 2-3 минуттан соң крахмалы төменге түскен кезде шырынды ішесіз. Дайын шырын 10 минутқа қалып кетсе, емдік қасиетті жоғалтатынын ескеріңіз. Қыжылдан құтылу үшін картоп шырынын таңертең аш қарынға ішесіз. Сосын таңғы асты 1 сағаттан кейін жеуге болады. Емделу мерзімі 10 күн. Ескеріңіз, картоп шырынын диабетпен ауыратындарға ішуге болмайды. Шөптермен емделу. 1 стакан қайнаған суға 2-3 ас қасық кептірілген түймедақты саласыз. Ыдыстың бетін жауып, 20-25 минуттай тұндырып қоясыз. Тұнба салқындаған кезде сүзіп алып, аз жұтымнан ішесіз. 1 стакан қайнаған суды термосқа құясыз. Үстіне 2 ас қасық үгілген андыз тамырын салып, қақпағын мықтап жабыңыз. Шамамен 20-25 минуттан соң дайын болған тұнбаны сүзіп алып ішесіз. Тұнба бір ішкеннен ақ 10 әсерін береді. Алайда бүйрегі ауыратындарға бұл тұнбаны ішуге кеңес берілмейді. 20 грамм көк гүл тамырын 1 стакан қайнаған суға саласыз. Жарты сағаттан соң тұнбаны сүзіп алып, 1 шай қасықтан ішесіз. Емді тамақтанудан жарты сағат бұрын қабылдау керек. 1 шай қасық үгілген жалбызды 1 стакан қайнаған суға салып тұндырып қойыңыз. Дайын болған тұнбаны сүзіп алып, жылы күйінде аз жұтымнан ішесіз. 1 ас қасық толғақ шөпті 1 стакан қайнаған суға салыңыз. Стаканды ыстық суға салып, 20 минуттай булау жасау керек. Тұнба салқындаған кезде сүзіп алып, 1 ас қасық бал қосасыз. Дайын болған емдік сусынды жарты стаканнан 2-ге бөліп ішесіз. 1 ас қасық үгілген ақ шайырды термосқа саласыз. Үстіне 200 мл қайнаған су құйып, тұндырып қойыңыз. Шамамен 2-3 сағаттан соң дайын болған тұнбаны сүзіп алып, әр тамақтанар алдында 1 ас қасықтан қабылдайсыз. Дәнмен емделу. Аскөк пен әніс дәнін бірдей көлемде алып, 1 стакан қайнаған суға саласыз. Тұнба салқындаған кезде сүзіп алып, аз жұтымнан ішесіз. 1 ас қасық зығыр дәнін 1 стакан қайнаған суға салып, тұндырып қойыңыз. Тұнбаны түнде әзірлеу керек. Таңертең дайын болған қоймалжынды теңдей 3-ке бөліп, тамақтанудан жарты сағат бұрын қабылдайсыз. Емді күніне 3 рет жүргізу керек. 1 уыс асқабақ немесе күнбағыс дәндерін пешке салып қыздырыңыз. Жақсылап кепкен соң, таңертең аш қарынға шағып жейсіз. Ескерту. Халық емін қолданбас бұрын міндетті түрде дәрігермен кеңесіп алыңыз. Осымен достар, бүгінгі видеомыз өз соңына жетті. Қандай да бір емдік жолдар сіздерге өз пайдасын тигізеді деген ойдамыз. Видео ұнаса, жақындарыңызбен бөлісе отырып, арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық.